Қазіргі әлем елдері басынан кешіріп отырған жағымсыз экология 19-20 ғасырларда қарқын алған өндірістік революцияның салдары. Егер бұл үрдіс одан әрі жалғасатын болса, онда мұның соңы үлкен техногендік апатқа әкеліп соғуы мүмкін. Атырау және Талдықорған жұртымен кездескен үміткер Әбілғазы Құсайынов осылай деді. Кандидат Әбілғазы Құсайынов Атырау өңірінде осымен 3-ші мәрте кездесу өткізуде. Қазақстан президенттігінен үміткер сайлаушылармен өз бағдарламасында көрсетілген жаһандық экология мәселесін сөз етті. Үміткердің пайымынша табиғатқа келетін залал атаулы өнеркәсіптің дамуы салдарынан орын алып отыр. Бүгінде адамның кез келген іс-әрекеті өнеркәсіптік, ауыл шаруашылық, рекреациялық табиғатқа әсер етіп, оны өзгеріске ұшыратады. Ал Алматы облысының орталығы Талдықорған қаласында кандидаттың сайлау алды штабында 30 сенімді өкілі бар. Олар сайлау науқаны басталған бойда өңірдегі 16 аудан мен 3 қалада 3000 плакат пен 2 билборд іліп үлгерген. Біздің үміткеріміздің сайлау алды платформасының басты мақсаты экологияны, экологиялық қауіпсіздікті сақтау, яғни өндірістік қауіпсіздік ережелерін енгізу. Соған көңіл бөлуді басты бағытқа қойып отыр. Үміткер жағымсыз экологиялық ахуал ақыр соңында адамның өз денсаулығына нұқсан келтіреді десе, сайлаушылар тарапынан әр адам сау табиғатпен қолайлы қоршаған орта ғана адамзат өмірі мен болашағының кепілі бола алатынын сезіну керек деген ой айтылды. Өркен Жаймерген, Ахмедияр Дулатұлы, Қазақньюс, Атырау, Талдықорған.